Сәлем асүйхан шайымдары, бүгін сіздермен өте дәмді және тез жасалынатын алма қосылған бәліш дайындаймыз. Құрамы өте қарапайым, жасалу жолы тез, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұн, сары май, жұмыртқа, қант және қамыр қобыстқыш керек. Алдымен таза ыдысқа ұнды салып, майды саламыз, крошка жасап аламыз. Енді қамыр қобыстқышты қантты салып бір араластырып алып, жұмыртқамызды салып, қамыр илейміз. Қамырдың 1/3 бөлігін бөліп алып, салафанға салып, морозильникке салып қоямыз. Жарты сағатқа қалған бөлігінің бетін жауып қоямыз. Енді 2 алмамызды жуып тазалап, теркадан өткіземіз. 1 ас қасық қант салып, араластырамыз. Енді формамызды алып, менде 20 диаметрлі форма. Осылай орналастырамыз тестамызды. Ішіне салмамызды саламыз. Қасықпен осылай тегістеп жүреміз. Енді бетіне морозильникте тұрған қалған бөлігін алып, осылай теркілейміз. 180 градуста 40 минут пісіреміз. Біздің пирогымыз дайын. Бетіне сахарный пудра септім әдемілігі үшін. Өте тез жасалынады, дәмді болып шығады. Ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер.